Алдарыңызда тұрған бактерия өте зұлым. Жыл 12 ай бойы бізді қоршап, танып қалмас үшін кәдімгі тұмау сияқты түр жасап, ақыры асқынуға келіп соғады. Көбіне 5 жасқа дейінгі балалар зардап шегеді. Вакцина пайда болғанға дейін жұқтырған 20 баланың біреуі менингитпен көз жұмып, қалғандары саңырау болып, тырыспа немесе оқу барысында қиындыққа тап болған екен. Сол себепті гемофилді инфекцияға қарсы профилактикалық екпені кешенді түрде 2, 3, 4 және 18 айлық кезе салады. Ол АБКДС құрамына кіреді, әрі баланы жұқтыру мен асқынудан барынша қорғайды. Вакцина салғаннан кейін баланың дене қызуы көтеріліп, еккен жері ауырып, жалпы әлсіреуі байқалуы мүмкін. Десе де, бұл вакцинаның компоненттеріне жоғары сезімталдығы бар адамдарға салуға болмайтынын есте ұстау маңызды. Гемофилді инфекция секілді қауіпті жауды жеңу үшін бізге уақытылы вакцина салдыру ғана көмектесе алады.